Оқушылар мен ұстаздар, бүгін біз тәжірибе жасайтын боламыз. Тәжірибенің тақырыбы жапырақтан хлорофилл бөліп алу. Бізге керекті құрал-жабдықтар: шұңғыл ыдыс, 90% спирт, 2 пластмасс ыдыс, шыны ыдыс және жапырақтар, қасық, кесе, ыстық су. Ол үшін біз кесеге жапырақтарды бөліп салып алатын боламыз. Жапырақ езіп алып, енді шыны ыдысқа салатын боламыз. Оның үстіне спирт. Біздің тәжірибеміз шығу үшін оны 10 минуттай күтетін боламыз. Біздің жасаған тәжірибеміз ашық жасыл түске енді мен оны пластмасс ыдысқа құямын. Енді біз осыны лед фонарімен көретін боламыз. Не деген шынайылық. Біз алынған хлорофиллден екінші тәжірибе жасайтын боламыз. Біз алынған хлорофиллімізден басқа да пигменттер бар екенін анықтайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлек пластмасс ыдыс және қағаз керек болады. Және біз алынған хлорофиллді 1-2 сантиметрге құямыз. Және оған қағазды батырамыз. Бұл тәжірибе шығу үшін біз 5-10 минут күтеміз. Тәжірибеміздің өткеніне 10 минут өтті. 10 минуттың ішінде біз мынандай нәтижеге қол жеткіздік. Бұны қорытындылай келе, жапырақтың ішінде хлорофиллден басқа да пигменттер бар екенін көрсек болады. Ашық жасыл, сары және көк.